Бәріңізге ассалаумағалейкум. Бүгін бізде газель автокөлігі. Бұл жерде, в общем, жүргізуші не істеген? Так, в общем айтқанда, бұл бұрын инжектор болған. И сонымен сөйтіп карбюраторға переделка жасалған. Сонымен сөйтіп инжектордың тоғының бәрі қалған, дәл солайынан. Ал ендігі бұл жердегі мәселе, генератор зарядка бермейді. Генератор, в общем, машин қызып тұрғанда более-менее болар болмаса заряд беріп тұрады. До конца зажигание ашылған моментте генератордың іштегі салондағы комбинация прибордағы светі жанбайды. Так, в общем айтқанда, міне ғой бізде. Так. Ашайын деп отқаным карбюраторыма ең бірінші болтты бұрамастан бұрын, ең бірінші гайканы бұрамастан бұрын карбюратордың бетін жауып қой. Плюсовой. Бұл тек уақытша ғана вариант. Мынандай қылып жасамаңыздар. Салоннан шыққан 2+. Салоннан неужели бір 2 штук плюсовой провод табылған жоқ деймін да. Осындайдан көлік өртенеді. Мынау қараңыз, арасында ештеме жоқ, жанатын. Арасында жанатын предохранитель жоқ. Осындай заттардан көлік өртенеді болды. Өзіңіз уақытыңызды аласыз, если көлік өртенетін болса. Қанша қаражат. Бұндай болмайды, бұлай жасамаңыздар. Плюсовой провод қой мынау. Шебешеңшке. Бұл тек генератордың күшімен бойына тоқтарап жүрген екен да. Аккумулятордың өзі дұрыс зарядка де алмаған. Мәселе осылай. Так, бұйыртса уже аккумулятор жақты восстановить етіп болып қалдық. Қазір так міне новый блок предохранительдің жағдайы. Так, клемма новойдан салынды, плюсы де, минусы де. И сосын наконечниктер новойдан жалғанды. Наконечник почти айтқанда бәрі ауысты десе де болады мына жерде. Жоғарыдағы 60-лық аккумулятордан келіп тұрғанға новый кабель, новый наконечнигімен бірге. Генератордан келіп тұрған проводтың екі жағына да проводты қысқартып жіберіп, наконечник кигізіп, новойдан наконечниктер. Так, мынау крышкасы жабылып тұр. Крышкасын полноценно жауып қойдық. Мәселе осылай. Енді генератордың мәселесі басталады.